Айтпақшы, құмырсқалардың соғыс тактикасы мен қару-жарақ өндірісі қазіргі заманғы армиялардың әскери технологияларына еш кем түспейді. Олар химиялық қаруды, камикадзе тактикасын және жанды қалқандарды миллиондаған жыл бұрын қолдана бастаған. Борнео ормандарында өмір сүретін жарылғыш құмырсқаларды мысалға алайық. Бұл жұмысшы құмырсқалар өз колониясының нағыз жанқияр камикадзе сарбаздары. Егер илеуге үлкен жыртқыш жәндік шабуыл жасаса және кәдімгі шайқаста жеңілу қаупі төнсе, бұл құмырсқа өзінің денесіндегі бұлшықеттерін барынша қатты жиырады. Нәтижесінде оның құрсағы жарылып, ішіндегі жабысқақ сары сұйықтық жан-жаққа шашырайды. Бұл желім сияқты сұйықтық жаудың көзін соқыр етіп, аяқ-қолын байлап тастайды. Құмырсқа өз отаны үшін өзін-өзі жарып жібереді. Ал басқа бір түрлері, мысалы біздің аулада жүретін қызыл құмырсқалар өз денелерінен құмырсқа қышқылын бөліп шығарады. Бұл нағыз биоқару. Олар бұл қышқылды жаудың көзіне немесе жарасына жағады. Бұл қышқылдың күштілігі сондай, ол басқа жәндіктердің сауытын сөзбе-сөз ертіп жібереді. Тіпті кейбір құмырсқа илеулерінде күзетші құмырсқалардың басы сонда үлкен әрі тегіс болады. Олар илеудің кіреберіс тесігін өздерінің басымен тығындап, есік сияқты жауып тұрады. Егер өз жұмысшысы келсе, мұртшасымен құпия кодты тексереді де, басын сәл жылжытып ішке өткізеді. Ал жау келсе, басымен тесікті тас қылып бекітіп, тірі қалқанға айналады. Мұндай әскери тәртіп пен ұйымшылдық жер бетіндегі ешбір тіршілік иесінде жоқ.